Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз 147-ші сабақты өтетін боламыз. 2 мен 3 амалының орындалатын есепте шығу. Саябақта демалу мәдениеті. Бірінші тапсырмаға балалар саябақта ақшаларына төменде заттарын сатып алған болса, олар қанша теңге қайтарды? Міне балалар, дәптеріңізге осыны жазамыз. Бұл сіздер қазір асын көрсетем балалар. Балалар, мынау асы. Балалар, бүгін біз 3-ші сыныптың ең соңғы бетіне дейін өтетін боламыз. Сізге бұл осылай қосқанға ұнамаса, басқа видеоны көре берсеңіздер болады. Мен содан кейін 4-ші сыныптың істеймін. Екінші тапсырма бізде өзіндік жұмыс. Есептерді шығар. Асы саябаққа кіретін балалар билеті 70 теңге. Есекте билеті одан 30 теңге қымбат. Саябаққа кіру үшін 2 есек адамнан және 3 баладан тұратын отбасы қанша теңге төлеу қажет? Әсі саябақтағы күлкі бөлмесіне бір отбасы 25 теңгелік, 2 есекте билетін және 80 теңгелік, 5 балалар билетін сатып алды. Есекте билетіне қарағанда балалар билетіне қанша теңге артық төленді дейді. Міне балалар, дәптерге осылай жазып аламыз. Мына жерге сыймай қалғандықтан мен осы жерден сызық қойып жазып қойдым. Мынау әсі. Үшінші тапсырмада өзіндік жұмыс, амалдарды баған түрінде жаз және есепте дейді. Мен үшінші тапсырмады жазып қойдым, осын дәптерге көшіріп жазып алыңдар. 4-ші тапсырмада төменде өрнектегі есептер құрастырып болады шығар. Міне, мен асын құрастырдым, осыны дәптерге жазып алыңдар. Балалар, мен үй жұмысы 5-ші тапсырма, 6-ші тапсырмаға мен 5 пен 7-ні тапсырмаларды үйге бердім. 6-ші тапсырмаға дұрыс теңдіктер шығу үшін қажетті жерлерге арифметикалық амалдар және жақшаларды қой. Әрбір теңдікке сәйкес түсетін түсіндік. Саябақта демалу мәдениетін қалай түсінесің дейді. Мен 6-ші тапсырма осыны. 7-ші күн өзім айта салайын. 4-ші тапсырмада қорапта түрлі түсті қағаздан жасалған 8 қызыл, 4 көк және 4 жасыл түсті ойыншық жатыр. Олардың асы кем дегенде 1 түсті 4 ойыншық әсі. Кем дегенде бірден қызыл, көк және жасыл түсті ойыншықтар болуы үшін оның ең аз деген қандай саны алуы керек. Осын балалар, сіздерге үй жұмыс деп санаймын. 5-ші тапсырма, бұны өзіміз ойдан шығарайық. Диаграммада қиял әлемі саябағында аттракциондар түрі және саны туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастырылды. Балалар, мысалы, қазір 9 отбасылық бізде 17, экстремады 15. Осы балалар дегенді 9, отбасылық 17, экстреманды 15 деп дәптерге жаза салыңдар. Түсінікті ме? Балалар, енді 148-ші сабақты көріп есептер шығару. Аулада демалу мәдениеті. 1-ші тапсырма. Шамалар 3 бұрышына қара дейді. Төменде есептерді шығару үшін олардың қайсысы қолданасың? Асы. Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр. Балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Әсі. Осылай оқимыз. Оқи беріңдер. Ал мен сіздерге қазір көрсетейін. Мынау бысын жазып алыңдар дәптерге. Әсін жазып алыңдар дәптерлеріне. Мынау асыны да дәптерлеріне жазып алыңдар. Балалар, мен қазір 150-ші сабаққа дейін түсіндіріп өтемін. Кезде 106 сосын 17 солай болады. Балалар, номер 2-ші тапсырмасы. Бір заттың бағасы осылай жазып аламыз енді. Әсі.
міне әсі осы әсінде жазып алыңдар. Номер 3. Аулада теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метрге 2. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Міне осыны жазып алыңдар. Енді номер 4-ке көрейік. Міне 4-ші тапсырма суретке қарай ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалын дайындау үшін оның ауданын таптық. Осыны дәптерге жазып алыңдар. 5-ші тапсырмада кесте бойынша құрастырып бойынша. Мен сіздерге өзім шығарғанмын, соған қарап өзіміз шығарып көреміз. Мен номер 6-ны жазып алыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет көп-көп. Міне 7-ші тапсырманы көріп алып, жазып алыңдар. Сау болыңдар.